Армысың қазағым, бүгін интернеттегі ойындарды қалай тегін жүктейміз, сол жайлы видео болады. Сол үшін шаттан қазағым. Кәне? Қызыл өрік, қызылғандай, най деп шайып ойында орнатуды бастаймыз. Ал бізге бірінші мына экраннан мен сәл төмен түсіріп қояйын, мешет етпеу үшін, кедергі жасамау үшін. Бізге не керек? Бірінші браузер. Қай браузер? Opera Mini, Chrome, қайсысы ыңғайлы өздеріңе содан бастайсыңдар. Бірінші түсіндіріп өтейін, кез келген ойынды тура через торрент орнатуға болады. Бірінші бізге торрент керек. Торрент не деген кездесу? Торрент деп жазылып тұр екен. Торрент старый версия деп старый версияларын тартуға кеңес беремін түсінген адамға. Ал түсінбеймін дейтіндерге официальный сайтынан кәдімгі база бесплатно скачать деп кәдімгідей тартып орнатсаңдар болады. Сөйтіп орнатылады. Ол компьютерларың да нет деп шығады. Да дейсіңдер обязательно. Ол антивирустың жұмысы. Қорқпаңдар, да дей беріңдер, и потом next деп шығады. Бірақ менде торрент бар, сол үшін fuck you деп басамын. X-ті, содан кейін ол жойылып кетеді. Торрент орнатылды делік. Міне, торрент орнатылып тұр. Оны басасыңдар, ашасыңдар. Нерде тұр сендерде. Тура осылай ашылып тұрады. Старый версиясы болса, жаңа версиясы болса, сәл басқаша, бірақ тура осылай ашылып тұрады. Қараңдар, торрент ашылғанда көз жеткізгендерінен кейін әрине бізге не керек? Мысалы, қандай ойын орнатқыларың келеді? Мысалы, мен генералс орнатқым келеді да. Генералс орнатқым келгені үшін, тоқтай тұрыңдар, шының бәрін жауып тастайын, сендерге бір спойлер болмау үшін. Мысалы, мен кірдім, торрентім бар. Енді қандай ойын орнатқым келеді? Мысалы, мен генералс Zero Hour орнатқым келеді. Сол ойынның атын жазасыңдар, и скачать через торрент деген міндетті түрде жазғаннан кейін, не, сендерге сайттар ұсынады. Негізі торрент игрухадан кеңес беремін, өйткені бұл ішінде барлығы бар. Red Dead Redemption'ың бар, Call of Duty'ің бар, кез келген ойын бар. Скачать етіп, сетап деген ішінде жазу бар ма, қарап алыңдар. Соны кәдімгідей тартып орната бересіңдер. Бірақ маған генералсты орнату керек. Мысалы, маған керегі 100 игр.org деген сайттан орнатқанды жөн көремін өзім. Әйтеуір ошибкасыз барлығын орнатылады. Кәдімгі скачать етесіңдер. Скачать через торрент деп тұр. Міне, осыны басасыңдар, 1.87 гигабайт. И ол орнатылады. Ішінде орнатылғаннан кейін кәдімгі мына жерден торренттің ішінде загрузка кетеді. Толады бар ғой. Толғаннан кейін генералстағаны сәл ерекше, мынандай көк генералс деп шығатшы, и сразу орната бересіңдер. Ал басқа ойындарда сетап деген жазу болады, соны тауып аласыңдар да, сол арқылы орнатасыңдар. Все, болды, арғарай орнатып ойнай берсеңдер болады кез келген ойынды. Бірақ мен бір оқпен екі қоянды атқым келіп тұр. Генералсты қалай орнатамыз, сол жайлы видео арғарай жалғаса береді. Осыған дейін видеоны көріп, уже аяқтай берсеңдер болады, қалған жігіттер. Болды, сендермен бірге болған Олжабай. Ал генералс ойнауды қалайтындар онлайн, сендер күте тұрыңдар. Сендер кәдімгі генералс орнаттыңдар. Генералс орнатылып тұр. Міне, мысалы, сендерде бір қызыл и бір көк тұрады, осы екеуі качествосы онша емес болып тұрады. Оның качествосы жақсарту үшін, қазіргі заманға келтіру үшін сендерге GenTool деген программа керек болады. GenTool деген бұл GenTool бұл ең жеңіл версиясы, бұл орнату оп-оңай. GenTool деп басасыңдар да, осыны орната саласыңдар. И GenPatcher бар. GenPatcherді орнатуды кейінірек көрсетемін. Міне, GenTool'ды орнатып болғаннан кейін ойынның ішіне кіріп, качествосын турлап алсаңдар болады. И интернетпе ойнау үшін сендерге осы Radmin VPN керек болады. Radmin VPN-ді міне тура осылай GenTool'ды скачать еткен сияқты ғой. Просто Radmin VPN скачать деп бірінші отырған сайтына өзінің басып скачать етіп кіре бересіңдер. Сендерде Radmin бұл осылай тұрмайды. Нерде қосқан кездеріңде локальный сеть и тағы да присоединяться к сети деп тұрады, создать сеть деп не. Бірақ присоединяться к сети басасыңдар да, и осы жерден Zero деп жазасыңдар да, Zero Hour'дың серверлеріне кіресіңдер. И все, міне кәдімгі генералстың версиясы орнатылып тұрады сендерде. И все, кәдімгі кіріп ойнай берсеңдер болады. 1920-1080 разрешениеге қойып алып. Жоқ, мен болған қанағаттанбаймын десіңдер, GenPatcher орнатыңдар. GenPatcherді тура осылай интернет арқылы қараңдар. GenPatcher деп жазасыңдар да. Скачать деп жазсаңдар, міне, тура осылай шығып тұр. Оның ішіндегі мынау прямая загрузка Legy SS дегенді кіріп орнатасыңдар ғой, түсіндіңдер ма? Қараңдар, әйтеуір видео загрузка етіп отыр ғой да.
Все, осымен орнатылу бітті. Кәдімгі сендер Radmin VPN арқылы қалағанша ойнай берсеңдер болады. Мына жерде 2-3 серверді қосып қоюға болады, сразу айтайын. 4-5 серверлерменше. Бірақ создавать еткен кезде ошибка шығарып жібермеу үшін бірақ сервермеде отқандарға кеңес берем, отыруға кеңес берем. Ал одан кейін бізге керегі Generals Online қалай орнатамыз деген сұрақтар туындапты. Generals Online'ды міне қараңыздар, сайты бар, официальный Generals Online деп жазғаннан кейін ішінде қараңдар, мынау тіркелу, сендер логин, кәдімгі өздеріңе парақша ашасыңдар. Бұл кәдімгі EA-дің нағыз разработчиктер өздері жасаған сайт, кәдімгі официальный ойыны, короче. Скачать шишасты басып, скачать еткендерінен кейін тура осы жерге пак шығады. Мен қазір көрсете салайын сол пакканы. Сендер миларың ашымау үшін. Қараңдар, Generals Online тартылды. Мысалы, мен тарттым делік, да дейсіңдер мына жерден. И қабылдаймын, next, мынау дейсіңдерді, браузер деп шығады. Браузер деп шыққан кезінде, қараңдар, өстіп таппай отырасыңдар ше, оны қай паккаға тығып жібердім деп миларыңды ашытпауыңларың үшін кәдімгі жаңа Generals тұр ғой, соның ішінде расположение файла деген тұр. Вот осыдағы путь көшіріп ала саласыңдар, міне көрдіңдер ма? Скопировать путь, міне копировать етіп алдыңдар да, жоғарыда тұрған. И соны мына жақтан жаңағы не тұр ғой? Фапка. Осы жерде беруге қойылмайтын жерде браузерді басасыңдар. Басқан кезде имя файла деген жерде осы жерде көрсетесіңдер де открыть дейсіңдер. Открыть деген жердің астында Generals деген тұр. Осыны иконкасын көрсетесіңдер. И жерде next деп шығады. И все, басасыңдар да кіріп Generals онлайнды ойнай бересіңдер. Все, болды. Ал егер бұл видеоны дым түсінбедім, дым қақпадым дейтіндер болса, кез келген ойынды орнату жайлы сұрақтар болатын болса, мен сендерге менің парақшама немесе WhatsApp-ма жазыңдар, білмеймін қайсым, қалай менімен байланысуға болады, солай маған жазыңдар личкама. Мен 2000 теңгеге орнатып бере аламын. Егер таныстар болса, скидкамен 1500 теңгеге орнатып бере аламын. Өлдім шеше, братан тарығып тұрем дегендерге бір сушняққа орнатып бере салам жігіттер. Кәдімгі, если что, менің парақшама жазыңдар. Әр қазағым бақытты, стрессіз ойын өрнегін көрсетсін. Ал, сендермен болған Олжабай, қоштаспаймыз. Тек жақсылықта жолығайық. Менің парақшама тіркеліп қойыңдар. Ал, сендермен кездескенше. Kanalga жазыламыз, ей!